Сәлем аналар, бүгін сіздермен бірге балаларды ешқандай жылаусыз, жүйкені тоздырмай ұйықтатудың 5 тәсілімен бөлісетін боламын. Бұл жаңа туған балаларға да және 1 жасқа дейінгі балаларға өте көп көмегін тигізетін 5 тәсіл. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Соңында мен сіздерге ең жиі кездесетін 3 қателік туралы айтатын боламын. Ал кеттік онда. Бірінші әдіс бұл бізде ритуал деп аталады. Яғни ритуал дегеніміз не десеңіздер, бұл дағды болып саналады. Яғни баланы кешкі ұйықтауға дағдылау. Бұл үшін не істеуіміз қажет? Яғни баланы кешке қарай суға түсіруіміз қажет. Бұның өзі бір ритуалға жатады. Яғни баланың уже миында сигнал бола бастайды. Яғни мен суға түссем, қазір ұйықтаймын. Ол жай ғана суға түсу ғана емес, қол аяғын, бетін жуып, тісін жуғанның өзі бір ритуал болып саналады. Сонымен қатар балаға бір кітап оқып беру, ертегі оқу. Бұның өзі бір жаңағы баланы ұйықтауға деген ритуал болып саналады. Сонымен қатар балаға массаж жасау. Жеңіл массаж жасасаңыз, бала ұйқыға деген дағдыланады. Мысалға, жеке өз опытымда менің қызым арқамды сипалашы, арқамды қасышы дейді. Арқам деп. Сол кезде арқасын сипалап, қасып берген кезде бала ұйықтап қалады. Яғни бұл ұйықтауға деген бір ритуал болып саналады. Сонымен қатар анасы немесе әкесінің жеңіл бір әсем әуен салғаны осының өзі бір ритуал болып саналады. Біздегі ритуал әдісі бұл 15-20 минуттан аспау қажет. Келесі әдіс бізде ақ шу әдісі. Ақ шу әдісі дегеніміз не десеңіздер, ақ шу деген ютубтан іздесеңіздер болады. Ақ шу немесе белый шум деп іздесеңіздер музыка шығатын болады. Бұл музыка дейтін неге бағытталған? Өздеріңіз қоссаңыздар түсінбей қалуыңыз да мүмкін. Бұл жаңағы бала іште жатқан кезде анасының жүрегінің дыбысы, сол дыбысты естіп өсті, 9 ай бойы құрсағымызда. Және де сыртқы дыбыстардан бұл дейтін желдің, ағаштың дыбысына ұқсас болып келеді. Ақшу дыбысы бұл дейтін ұйқыға, баланы тынышталдыруға өте күшті музыка болып саналады. Ютубтан қарасаңыздар, отзывтарын қарасаңыздар өте көп болып келеді осы ақшудың. Өзім опытымдан да қолдандым ақшуды, бірақ көп қолданған жоқпын, шыны керек. Кішкентай кезінде қызымда осы ақшуды қосып қоятын едім. Және дауысын қатты қосудың қажеті жоқ, 50 децибелден аспаса болғаны. Келесі әдіс бұл бізде контакт әдісі болып келеді, яғни бұл қауіпсіздік сезімі. Яғни біз білеміз, бала дүниеге келген кезде тері мен тері контактке түсетінін, баланы сразу анасының кеудесінің алдына салатынын. Сол сияқты баланы ұйықтатар алдында тері мен тері контакт болу керек. Яғни бала үшін ең қолайлы, ең жылы жер бұл әкесінің немесе анасының құшағы болып саналады. Сондықтан баланы құшағыңызға салып, құшақтап, оны жайлап тербетсеңіз, бала ұйқыға кіріседі. Және де бұл жерде ескертетін жайт, баланы өзінің төсегіне қарай бағыттаған дұрыс. Яғни ұйықтап қалмай тұрып, өзінің төсегіне, өйткені бала миымен сигнал ретінде өзінің төсегі бар екенін, ұйықтайтындығы туралы білуі қажет. Келесі 4-ші әдіс бұл бізде аталатыны ұйқы сигналы мен терезесі деп аталады. Бұл не деген әдіс десеңіздер, яғни бұл баланың, мысалы, көбінесе анасы өзіміз айтып жатамыз, баланың ұйқысы келген жоқ деп. На самом деле бала уже мазасызданып, бірдемеге ашуланып, айқай шығарып баставатса, уже баланың ұйқысы келді деген сөз, Баланы ұйықтатып алғаннан кейін бала бодрый болып, күшті ойнап кете береді. Немесе жаңа бала көзін уқалап, құлағын уқалап бастаған жағдайда бұның барлығы бізге сигнал бере бастайды. Ал енді уақыт терезесі дегеніміз, яғни бала туылғаннан бастап 3 айға дейін 1-1,5 сағаттың арасында ояу болып, одан кейін бала ұйқыға кіріседі. Одан кейінгі балалар 3-6 ай жастан бастап 1,5-2 сағат аралығында балдар қайттан ұйықтайтын болады. Ал уже 6 айдан 1 жасқа дейінгі балдар 1,5-2 сағаттың аралығында немесе 3 сағатқа дейін балдар ұйықтайтын болады. Яғни бұл ұйқы терезесі, уақыт терезесі деп аталады. Бала өзін өзі ұйықтатуға дағдылануы қажет.
Яғни бұл дегеніміз баланы біз 24 сағат бойы осы бесікке салып ұйықтатудың қажеті жоқ. Яғни бала оянған кезде, ладно, ол біздің қасымызда жүреді, жаңа шезлонгта басқа жерде болар, бірақ ұйықтатарда бесікке сала беретін болсаңыз, бала бұған дағдыланып кетіп, сіздің любой жерде бесікті сұрайтын болады. Даже 2 жасқа, 3 жасқа келген балдарда бесікке жататын естіп жатамыз, иә. Сондықтан баланы желательно дейік, жаңағы бір мезгіл бесікке салып, бір мезгіл анасының қасына жатқызып, өлең айтып, анасының ымдауымен ұйықтатып үйреткен дұрыс. Өзімнің опытымда қызымды мен тек 2 мезгіл ғана бесікке салған болатынмын. Қалған уақытта ол былайынан өзінің жаңағы төсек орнында жатып үйренді. Түнде де сол бір мезгіл түнде бесікте жатады, одан кейін бір оянған кезде сразу қасыма алып аламын. Өйткені бала жаңағы бесікке дағдыланып кеткен, бұл өте қиын. Өйткені бесікте сіз любой жерде арқалап жүресіз, тем более бесіктер жеңіл дегенмен по-любому ауыр. Шыны керек, иә? Ал мен сіздерге обещать еткендей 3 кездесетін негізгі қателіктерді айтайық. Ең жиі кездесетін 3 қателік. Осы 3 қателікті біз обязательно жіберіп аламыз. Бұл бірінші қателік, яғни баланың ұйқысының сигналдарына мән бермеу. Мана айтып кеттік, иә, бала құлағын шұқиды, көзін шұқиды, және де бала жаңағы мазасы бола бастайды, осыларға мән бермеу. Кетші, сен не шулап кеттің, сен неге бақырап кеттің, бақырауық екенсің, сен жылауық екенсің деп баланы итеріп тастаймыз. Бұл на самом деле баланың ұйқысы келгендігінің сигналы. Бала айта алмай жатады. Одан кейінгі қателігі, екінші қателік, бұл осы айтқан әдістердің барлығын қолдана беру, яғни тұрақсыздықтың болуы, бұл да бір үлкен қателік. Бала, потому что өзі әлі бір ритуалға келген жоқ, бір сигналды қабылдаған жоқ, оны келіп әр дағдыға үйрету, бұл балаға өте қиын болып соғады, тем более дамып келе жатқан жаңа балаға. Келесі қателік, бұл баланы қатты шаршатып жіберу. Жаңа айтқандай, баланың жаңа сигналдарына мән бермегеннің әсерінен бала қатты шаршап кетіп, бала дұрыс ұйқыны ұмытады. Және де бала ұйықтамайды. Қатты шаршағаннан өзімізде ұйықтай алмаймыз ғой. Сол сияқты бала түнімен оянып, қайта-қайта мазаңызды алатын болады. Берген кеңестерім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Өзімнің опытым туралы да сіздерге қысқаша бөлісіп кеткен болатынмын. Если менің видеом ұнаған болса, онда лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің подписчиктерім біледі, мен комментарийға міндетті түрде жауап қайтарамын. Және де сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтар бойынша мен видео жауап ретінде де жауап беретін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.